Қазақстан азамат соғысы және шетелдік интервенциясы жылдарында. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта Қазақстандағы азамат соғысының себептері, майдандардың құрылуы, Қызыл армия бөлімдерінің әскери қимылдары мен ақ гвардияшылардың тылындағы партизандардың қорғанысын қарастыра отырып, азамат соғысының нәтижелері мен қорытындыларына тоқталамыз. Кеңес өкіметінің орнауы нәтижесінде биліктен айырылған әлеуметтік топтардың большевиктерге қарсылығы өршіді. Нәтижесінде елде билік үшін тайталасқан азамат соғысы басталды. Демек топтасқан ішкі жаулар ақ гвардияшылар деп аталып, ал олардың негізгі күші Сібірде құрылған Колчактың армиясы еді. Ендеше азамат соғысы жылдарында Кеңес өкіметіне қарсы сыртқы күштердің бірі интервенция болды. Олардың негізгі мақсаты жас кеңес мемлекетін құлату болатын. Антанта империалистері Чехословак корпусын бүлік шығаруға итермелесе, ағылшын империалистері Иран мен Каспийдің сыртқы облысына басып кіріп, Түрікменстанның бір бөлігін Орта Азияны жаулап алуға әрекет жасады. Интервенцияның ақ гвардияшыларға қару-жарағы мен көмектесуінен азамат соғысы ұзаққа созылды. Әсіресе 1919 жылдың көктемінде ішкі және сыртқы жаулардың бірлескен күштері кеңес өкіметіне үлкен қауіп төндірді. Ендігі жерде азамат соғысының басты ошақтары Қазақстанның батыс аудандарында, Орынборда, Орал облысында, Гурьев, Атырау қаласында атаман Дутовтың әскерлерінің басып алуынан қалыптасса, ал Жетісу жерінде дәл осындай жағдайдың нәтижесінде қалыптасты. Сондай-ақ ақ гвардиялық Сібір өкіметін ресми түрде таныған Алашорда өкіметі атаман Дутовпен бірігіп, кеңес өкіметіне қарсы шықты. Яғни 1918 жылы наурызда олар Орал қаласында төңкеріс жасады. Сонымен бірге 1918 жылдың жазында ақ гвардияшылар Семей облысы жағынан солтүстік Жетісуға басып кіргендіктен, солтүстік Жетісу майданының штабы құрылды. 1918 жылы мамырда кеңес өкіметінің әскерге шақыру туралы декретінен кейін Қазақстанда 1918 жылдың жазында ұлттық әскери бөлімдер ұйымдастырылып, Жетісуда, одан кейін Орынбор мен Орал қалаларында, Батыс Қазақстанда 1918 жылдың күзінде Бөкей ордасында ұлттық әскери бөлімдер құрылды. Ұлттық әскери бөлімдерге басшылық жасаған Дала өлкесінің төтенше комиссары Әліби Жангелдин болса, ал Торғай облысының әскери комиссары Амангелді Иманов Ырғызда және Торғайда атты әскери оқу және пулемет топтарын жасақтады. Қалыптасқан жағдайға қарамастан, Ақтөбе майданына Әліби Жангелдиннің өзі бастаған экспедиция қару-жарақ пен оқ-дәріні жеткізіп берді. Сонымен бірге ақ гвардияшылардың тылында партизан қозғалысы өрістеп, солтүстік Жетісуда атаман Анненковтың дивизиясына қарсы кескілескен ұрыстар жүріп жатты. Азамат соғысы тарихындағы Черкасск қорғанысы деп аталатын партизандық соғыс тарихта көрнекті орын алды. Ол колчакшылардың Жетісуға тереңдей жасаған шабуылын тоқтатып, Сібір мен Орта Азияның контрреволюцияның бірігуіне жол бермеді. Сондай-ақ шығыста Тарбағатай мен Алтайдың тау қырандары отрядтарының партизан қозғалысы да ерекше болды. Соғыс барысында Қазақстандағы Колчак армиясын талқандауды Шығыс майданның әскери бөлімдері жүзеге асырды. Яғни 1919 жылдың көктемінде Михаил Васильевич Фрунзе басқарған Қызыл әскер отрядтары Қазақстанның солтүстік аудандарын азат етсе, ал Василий Иванович Чапаев басқарған 25-ші дивизия оңтүстік батыс аудандарда соғыс жүргізіп, Колчак әскерлеріне күйрете соққы берді. Сонымен қатар Колчактың оңтүстік армиясын Түркістан майданының Қызыл әскер бөлімдері 1919 жылы тамыз айында талқандауы нәтижесінде солтүстік шығыс Қазақстан азат етілді. Ал 1919 жылы шілдеде қоршауда қалған Орал қаласы азат етілсе, 1920 жылы 5 қаңтарда
Гурьев Атырау алынғаннан кейін Орал майданы жойылды. 1919 жылдың күзінде Шығыс майданның 5-ші армиясы солтүстік және солтүстік шығыс Қазақстанды азат ете бастады. Нәтижесінде 1920 жылғы наурыз айында азамат соғысының солтүстік жетісу майданы жойылды. 1919 жылы 10 шілдеде Ленин Қырғыз өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құру туралы декретке қол қойды. Ол өлкенің ең жоғарғы әскери азаматтық бастама ретінде құрылды. Кеңес өкіметі болса, Алашорда өкіметінің мүшелеріне кешірім жасады. Ұлттық келісім тактикасына қол жеткізуге еңбек сіңіргендердің бірі Ахмет Байтұрсынов болды. Ал 1920 жылы 9 наурызда Алашорда өкіметі ресми түрде таратылды. Шабақты қорыта айтқанда, Қызыл армия бөлімдері жұмысшылардың және кедейлердің белсенді қолдауымен қысқа мерзімде контрреволюциялық бүліктердің бәрін жойып, Қазақстанда жаңа өкімет орнатудағы күресі жеңіске жетті.